Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 4-ші сынып. 88-ші сабақ. 49-ші және 51-ші беттердегі барлық тапсырмаларды бірге орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы зат есімнің жіктелуі. 17-ші жаттығу өлеңдерді оқы. Құс сұлуы аққумын, табиғат көркін сыйлаған, мылтығын кезеп еш мерген, атуға көзі қимаған. Мен торғаймын, суықта да тоңбаймын, құрт құмырсқа шіркейден бау-бақшаны қорғаймын. Қарамен жазылған сөздердің қай сөз табында тұрғанын айт, түбірі мен жалғауын ажырат, бұл сөздер сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын анықта. Бұл жерде қарамен жазылған сөз аққумын, сөз құрамына талдайтын болсақ, түбірі аққу, зат есім, мын, ол жалғау. Келесі қарамен жазылған сөз торғаймын, түбірі торғай, зат есім, мын, жалғау. Бұл сөздер сөйлемде баяндауыш болып тұр. 18-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен оқушымын, сен оқушысың, ол оқушы. Бір-біріңе түсіндіре отырып, сөйлем жүйесіне талдаңдар. Не байқадың? Баяндауыш қай сөз табынан болып тұр? Сөйлем жүйелерін талдайтын болсақ, мен бастауыш, оқушымын, баяндауыш. Сен бастауыш, оқушысың, баяндауыш. Ол бастауыш, оқушы, баяндауыш. Яғни, баяндауыш зат есімнен болып тұр екен. Есте сақта, зат есім сөйлемде баяндауыш болғанда оған бірінші, екінші жақта жіктік жалғау жалғанады. Жіктік жалғаулар баяндауыштың қай жақ екеніне байланысты жекеше көпше түрде жалғанады. Мысалы, бірінші жақ жекеше бын, бін, мын, мін, пын, пін. Екінші жақ сың, сың, үшінші жақта жалғанбайды. Көпше түрде бірінші жақ біз, біз, мыз, міз, пыз, піз. Екінші жақ сыңдар, сіңдер. Үшінші жақта да жекеше де көпше түрде де жалғау жалғанбайды. Бұл ережені есте сақтай отырып, осыған сәйкес келесі тапсырмаларды орындайық. 19-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен экологпын. Сен бейшілер тобының мүшесісің. Олар табиғатты қорғаушылар. Сіздер атақты кәсіпкерсіздер. Сөйлем мүшелеріне талдайтын болсақ, мен бастауыш экологпын, баяндауыш. Сен бастауыш, мүшесісің, баяндауыш. Бейшілер тобының ол тұрлаусыз мүше. Олар табиғатты қорғаушылар. Олар бастауыш, қорғаушылар, баяндауыш, табиғатты тұрлаусыз мүше. Сіздер бастауыш, атақты тұрлаусыз мүше, кәсіпкерсіздер, баяндауыш. Сөйлем мүшелеріне талдадық. Баяндауыш қай сөз табынан болып тұрғанын айықтайық. Баяндауыштар зат есімнен болып тұр. 20-ші жаттығу зат есімдер тиісті жалғаулармен сәйкестендір. Ақынбыз, студентпіз, аспазбын, әншісіңдер, күйшіміз, ұстасың, баласыңдар деп жалғауларды жалғауға болады. 21-ші жаттығу берілген сөздерді жекеше, көпше түрде жіктеп жаз. Жұмысшы және іні. Мен жұмысшымын, сен жұмысшысың. Сыпайы түрде сіз жұмысшысыз, ол жұмысшы. Келесі көпше түрде біз жұмысшымыз, сендер жұмысшысыңдар, сіздер жұмысшысыздар, олар жұмысшылар. Іні. Мен інімін, сен інісің, сіз інісіз, ол іні. Көпше түрде біз ініміз, сендер інісіңдер, сіздер інісіздер, олар інілер. 22-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап. Төбесінде айдары, мінезі де жайдары. Көрсе ұнатар сан кісі, құс біткеннің сәндісі. Күнбағысқа ұқсайтын бұл қай құс? Бұл тауыс әрине. Жұмбақтың шешуіндегі құс туралы дерек сөзден ақпарат жина. Осы құстың атауын жекеше және көпшеті түрде жіктеп айт. Олай болса тауыс туралы ақпарат жинап көрейік. Дерек сөздерден суретін көрсетіп қойдық. Тауыс бұл павлин, әлемдегі ең ғажайып құстардың бірі, қырғауыл тұқымдасына жатады. Туыстығы жағынан қораздарға өте жақын, өзгелерден өзгеше түр беріп, тартымды ететін, алып желпіткіш секілді қанатшасы тек аналық түрлерінде болады. Ал әке тауыстар қарапайым құсқа ұқсайды. Ана тауыстар әке тауыстардан 2 есе
кіші болып келеді екен. Енді осы тауысты жекеше көпше түрде жіктейтін боламыз. Мен тауыспын, сен тауыссың, сіз тауыссыз, ол тауыс. Көпше түрде біз тауыспыз, сендер тауыссыңдар, сіздер тауыссыздар, олар тауыс. Олай болса, бүгінгі берілген барлық тапсырмаларды орындадық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.